Сәлем достар, бүгін сіздермен сол баяғы еркебұлан, бірақ жаңа рецептпен. Бұл тамақтың ерекшелігі тез дайындалады, оңай, әрі дәмді, бір жағынан өзіңді ресторандағыдай отырып, сезініп жеуге болады. Сондықтан да бізге қазір керегі тауықтың грудной филесі. Бүгін ерекше мәзір бұл негізі. Өйткені бұл тамақты үйдегілерге кез келген уақытта дайындап беруге болады, және де мұндағы рецепттер мен описанияға жазып қоямын. Мұндағы рецепттер кез келген магазиннен бюджетный суммада алуға болады. Ендеше кеттік. Бірінші бізге тауықтың филесі, төс деп айтады ғой, тауықтың ең жұмсақ жері. Сол жерін аламыз. Мен бірден сүйегі жоғын және тазаланып қойғанын алдым. Өздеріңізге қалаған алсаңыздар болады. Осылай кесіп аламыз тауықтың грудин. Енді оны жартысынан бітіп бөлеміз, чтобы ол кішкене жұқарақ болсын деп. Осылай бөлеміз. Мен әдеттегідей 2 адамға 2 порция дайындаймын. Сондықтан да осы 2 бөлік маған жетеді. Енді сіздерге бір лайфхак. Керегінше филелерді кесіп алдық өзімізге. Және де бұны тақтайға қойып еземіз. Бұл тауықты балғамен отбивная сияқты ұрып жасауға да болады. Бірақ біз олай жасамаймыз. Не үшін отбивная жасайды балғамен? Өйткені ол езіліп жұмсақ болсын деп жасайды. Ал біздің жағдайда бұл қазір қуырылады, еще соусқа піседі, еще париться етіледі. Сондықтан да онсыз да біздің тауық жұмсақ болады. Сондықтан да осылай алып, керегінше езіп аламыз. Бағанағы состояниемен қазір мына состояние салыстырсаң, бұл жалпақ болып қалды. Қазір мына екіншісін тағы да кішкене езейін. Мына қарасаңдар, текс және тонкий болды. Дәл осы тауықтың состояниясы бізге керек. Енді біз тауықтарымызды тұздаймыз және бұрыш себеміз. Екінші жағына да бұрыш себеміз. Енді біз дәл осы сәтте сковородкамызды қыздырып қойдық. Қыздырған бойда енді оливковое масло қосамыз. Сковородкамыз антиперегарная деп жыртылып қойықта. Дәл осы сәтте қызып тұрған майымызға тауығымызды саламыз. Якет, кеттік. Бісміллә. Әр жағын 5 минуттан, бір жағын 5 минуттан, екінші жағын 5 минуттан қуырамыз. Сковородкаларыңыз антипригарный болса, ашып, астын көріп керек жоқ. Тимеңіздер, тура солай тұрсын. 5 минут. Сковородкаңызға сеніңіз, 5 минутта өзі әдемі құрып береді, егер антипригарный болса. Бетін жауып қойсайық. Енді 5 минуттай қарап, таңданып, тамсанып күтеміз. Дәл қазір тауығымыз қуырып жатқан кезде гарнирге арнап мен суды қайнатып қоям. Бүгін гарниріміз рис болады. Қалағанша рис, макарон, гречка, не қалайсыздар, сондай пюре даже қоссаңыз болады. Мен қазір суды қайнатып қойып, рис, күріш пісірем. Жалпы 5 минут өткеннен кейін тауығымызды тексереміз. Аударып, қызарғанын көрсетем. Міне, дәл осылай қызғыштау болу керек. Екінші жағында 5 минутқа қалдырамыз. Әдемі рис салайын өздеріне. Керегінше күрішімізді жуып саламыз. Қазір тауығымыз 5 минут қуырылды, 2 жағынан. Енді сол тауығымызды алып фольгаға орап қоямыз.
Міне, тауығымыз дайын біздің. Кішкене қарайып тұр, ол өйткені біздің қара бұрыштар. Керемет, ғанибет, ғажап. Қазақтың тілі ғой. Дәл осылай шетке алып қойып қоямыз. Енді біз соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, чеснок керек. Пиязымызды кесіп аламыз. Өзімізге керекті чеснокты, сарымсақ майдалап аламыз. Кішкентай кезінде саусағым көп кесіп алатын. Саусақтарым дін аман. Енді біздің күріш пісті. Оны шетке алып қойсақ болады. Енді қайтадан оливковое масло қосамыз. Қызып жатқан сковородкаға пияз бен сарымсақты, чеснокты саламыз. Бисмилля. Неге жатқан сүрсем ары? Енді пияз бен чеснокты кішкене қуырып алғаннан кейін біз қозы құйрықты саламыз. Мен айтып болам дегенше, грибы дей берейік. Грибыды саламыз. Грибыны салғаннан кейін сливочное масло ішіне қосып жібереміз. Көп болады деп уайымдамаңыздар. Біздің грибы майды өзіне сіңіріп алады. Және енді сіздерге тағы айта кететіндей, кез келген қозы құйрық қоссаңыз болады. Шампиньон қоссаңыздар да болады, майдалап, турап. Енді шампиньондар өзі сезонына байланысты өседі, сондықтан да мен қазір маринованный грибы өзі туралған, соны салдым. Тағы да айта кететін жайт, мен Барселонаның фанатын. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Дәл осы жерден кішкене тұз қосамыз. Куриный бульон қосамыз негізі кішкене. Бірақ тауыққа арналған приправа қоссақ та болады. Грибыдан тауықтың ароматы шығу үшін ғой. Енді кішкене минут өткеннен кейін біз сливке қосамыз. Молынан қосамыз. Және бұрқыратып, қайнатып қоямыз ғой бұлай. Жалпы айтқан кезде, жалпақ тілмен айтқан кезде ғой. Бетін жауып қойымыз. Енді біз
соусымызға сырды қосамыз. Кез келген сырды қосуға болады. Голландский, российский, өзіміздің Қазақстанда жасалған сырлар да бар. Бірақ интернетке жазып қарасаңыздар, осы курица с грибами в сливочном соусе, оған арнайы чеддер деген сыр болады. Оны не үшін қосамыз? Өйткені сливкінің арасында жақсы араласып кетеді ол. Және керемет сырдың дәмі. Керегінше чоркадан өткізіп аламыз. Енді қайнап жатқан соусымызға осы бағанағы чеддер деген сырды саламыз. Енді араластырамыз. Міне, 2-3 рет араластырдың. Біздің сыр уже раствориться етіліп, соустың арасына кетіп қалды. Бір 10 минуттай тушиться етуге қоямыз, және қоюланғаннан кейін бағанағы тауығымызды ішіне саламыз. Вау, марана. Ой, короче. Сейчас. Сразу дальше кете берейік. Бағана фольганы ашып, ішінен тауықты соусымызға саламыз. Вау! Іш қоюланып, күшті пісіп жатыр. Вау! Жылуын сақтап тұр ғой фольга. Керемет болып тұр. Енді тағы да кішкене қоюланғанша бетін жауып қоямыз және париться етуге қалдырамыз 5-6 минутқа. Дайындаған рисімізді саламыз. Вау! Енді соусымыздың астын өшіреміз. Бірнеше уақыт өткен екен дайын болды. Иіснай. Вау! Енді ресторандағыдай сәндеуді білмеймін, бірақ қалағанша өздеріңіз сәндеп, соусын қия берсеңіздер болады. Енді не істейміз? Дәмін көреміз және баға береміз. Тауық. Тоқтамай жей бересіз оннан же. Дәмі өте керемет. Түрінен көрініп тұр ғой дәмді екені. Енді дәл осындай рецепттер көбірек болсын десеңіздер, және ұнаса осы міндетті түрде астына лайк басыңыздар. Түті деп толтықып қалдым ма? Және де подписаться етіп, комментарий қалдыруды және достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздердің комментарияларыңыз, сіздердің лайктарыңыз маған поддержка, осындай рецепттер дальше тағы да көбірек түсіре беруге маған мотивация болады. Сондықтан да достар, сіздерден барынша поддержка, қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар. Екінші порция оператор саған ғой есте. Қолын жуып жатырмын, көріп тұрсың ба? Қолын жуып жатырмын. Гигиеничный тазамыз.